Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Көкбұлақ арнасының көрермендері. Бүгін маусым айының 20-сы. Сағат кешкі 7-ден кетті. Бізде ауа райы бір аптадан бері жел, күнде жел видео түсірейін десем. Сол өткенде көп көрермендердің айтуымен сұраумен микрофон ал деп. Бүгіннен бастайын микрофонмен түсірем. Жалпы ана соңғы шыққан видеодан кейін жылқылар көп бөлініп жүр қазір. Даладағы жылқылар, көршілердің жылқылары бәрі бөлініп жатыр. Мына Париж деген үйір. Бұның да екі қолында бесі жоқ. Көрші ауылдың жылқысына қосылды, оны бұйырса ертең қосамыз. Сосын тағы бір қолында бесі жоқ. Осындай жалпы көрші ауылдардың бәрі айтады, барлығы. Біздің де жылқылардың бәрі бөлініп жатыр деп. Бізде бөгелек кетті. Тек қана шығын. Бөгелектің кеткенін жалпы қайдан білеміз? Мысалы, бөгелек болмаған жағдайда жылқы осылай тұрады, тек қана шыбындап. Ал бөгелек болса, жылқылар шауып, тыным таппай шауып кетеді былай да былай. Қазір шауып жүрген жоқ, соған қарағанда бөгелек кетті. Бірақ сонда да жылқылар бөлініп жатыр. Осындай жылқылардың күйі міне осындай. Мынаның қазір 3 қолында бесі жоқ. Бұйыртса таңертең осының 2 қолында бесін қосамыз көрші ауылда, сосын ана бен іздеп тауып алып, онда қосуға тырысамыз, аманшылық болса. Ботағора жаққа қарай жатырмын. Түйелер әлі келген жоқ. Жалпы түйелер де кеш келіп тұр. Кеш келетін себебі таңертең 6-6-тан кете сауылады ғой. Содан кейін үйдің басынан шықпайды, кетіп болмайды. 9-10-11-лерде кетеді үйдің басынан. Сосын жайлы оғанбай кеш қалып келіп тұр. Боталардың аяқтарын тұсақ қойдық. Тұсақ қойған себебіміз таңертең түйе 10-дарда кеткеннен кейін 11-лерде боталарды шешіп жүрдік. Боталар түйе кеткенде түскі сағат 5-4-ке дейін жайылады. Ертең үйренгесін 6-ға дейін, 7-ге дейін жүре береді. Олардың тек қана үлкен боталардың аяқтарын тұсадық. Кішкентайлардың тұсаған жоқпыз. Боталарды кешке сауғаннан кейін темірге байлап тастаймыз. Түйелер қасында жатады. Қысқа қылып байлаймыз жем болмау үшін. Сосын түскі 5-терде, 4-терде осында қайтадан қамап тастаймыз, жемдерін жеп. Осында түйені күтіп тұрады. Осылай күнде қайталана береді. Сағат 9-дан кетті. Күн әлі батқан жоқ. Түйелердің барлығы сауылып болды. Міне осылай жатады. Боталар байлаулы. Түйелер осылай. Соңғы туған, кенже туған түйені. Оны ботасымен ішке қалдырып қойдық. Мына жақта жатыр екен. Ботасы қасында бұны 40 күн бір айға дейін ботасын айырмаймыз. Себебі бота жалданып, өркештеніп, семіргірек қомданып. Мыналар осылай айырылады. Сағат кешкі 9:40. Түнекке келдік вагон жаққа. Вагонымда алыста қалып қойған. Сол үшін қойды жақындатып тастайық деп. Қойларда вагонның қасына жақындағысы келмей жүр. Ана жерге. Былтырда жатқан жерлер ғой, ана жер күбір болып, жұрт болып қалған шамалы. Сол жаққа жақындағысы келмейді. Күнде өшелерге жатып алады, сосын дауысы да естілмейді түнде ұйықтап жатқанда.
тұрып қарау керек болады. Бірақ көрінбей қалады тасқаран болып. Қазір ай қараңғы. Мынау осы қараған жеріңізге дейінгі келесі күні таңертең сағат 5:43 қойлар жаңа өрейін деп отыр. Кеше осы жерге дейін айдап әкеліп тастағанбыз. Осы жерде түнімен қозғалмай жатыпты. Вагонында тұр. Вагоннан 100 метрдей жер. Жалпы қойларды таңертең бір жарықта қарап жіберіп, ары қарата ұйықтай беруге болады. Бірақ қой өрген кезде қозылақтар ұйықтап қалады. Лақтар әсіресе қорылдап жаман ұйықтайды. Сосын оянғаннан кейін қой жоқ, далаға шығып кетеді. Сол үшін таңертең өрген кезде артын қарап өрге жіберу керек. Қойларда біраз оңалып қалды, біраз семіріп, түнетке шыққаннан бері. Мына қойлардың сыңдырып атқан, пысқырып атқан дауысын естіліп тұрса, ол пысқырық дейтін. Қойдың мұрнында құрт болады. Сол құрт көбінесе шаңнан болады. Оны нецидолға тоғыту арқылы шомылдыруға кетіруге болады. Болмаса үстеріне шашып жабық қораға қамап қою керек. Сонда түседі жаңа құрттар. Ұйықтап атқан уақыт сырт көрейін. Бәрі оянып кетеді сияқты. Қойларды да біраз азайттық. Көктемде 980-дей бас болып қозыларымен. Қазір 780-дей бас, 200-дей басқа азайған. Сатылды, сойылды. Ұйықтап қалған қозылақтарды түсірем ба деп едім. Бүгін бәрі оянып кетті. Бірақ жалпы көбінесе ұйықтап қалады. Тұрғыз жүрмесең оянбай қалады. Бүгін бәрі оянды кетті. Осылай қазір жайылумен 11-12-лерде суға барады. Негізі ерте барады. Бірақ күн салқын болып тұр әзірге. Жаңа қарап едім 17 градус деп тұр. Негізі бұл уақытта бізде түннің өзінде 25-26 градус болады. Күндіз 35-40 болып тұрады. Бірақ әлі күн ысыған жоқ. Түнектен ауылдың қасына келдік. Ауылға бүгін айтуға ұмытып кеттім. Маусымның 21 күн шығып жатыр. Таңғы уақыт. Ауылдың қасына келсек, үйдің қасында өткендегі айырған соңғы айырған шабдар қысырақ жүр екен. Соның бірі байтал бөлініп жүрген қорада тұр еді. Соны қосып жіберіп отырық. Қорадан шығарды мирас. Анау тұрған жерде бірақ сірә айғыр қайтармайды. Мынау өзінің үйірі негізі қосылып кету керек. Анау 2-3 күн қамап болған жерге қадалып отыр. Қосылар ма екен? Жалпы бұл байталдың бөлініп жүргеніне біраз жылды. 2 демалыстайын екен. Ана тай деген қосылмай жүр мынаған. Білмеймін, айғырдан қаша береді. Ең бірінші тұрған тай ғой, ең алдында байтал.
Қазір кетіп баратыр. Айғырдың алдындағы еріп кетсе жақсы болар еді. Осылай қасында жайлап отыр, кететін шығар. Күн бүгін керемет болып тұр. Үйдегілер әлі тұрмаған. Тұрса да шай ішіп жатқан шығар. Біз әлі үйге кірген жоқпыз. Ауаға деген әдемі болып тұр. Жел жоқ, жел басылдай жүр бүгін. Оталарында жатырмын. Қазір мыналарды сауып, оталарды қораға салып жем беріп тастаймыз ішке. Түйелер өрістеріне кетеді. Осылай байланып тұрады. Осындай қыса қылып байлаймыз, ем қоймау үшін. Егер сағағын ұзын қылып байласа, түнде ем қояды, түйесі қасына тақалып тұрады келіп. Сосын бота ем қояды. Мына қоспақ түйенің ботасы жоқ. Бірақ сонда да саудырып бір әзірге киіп тұр. Қалғандары боталы. Жаңағы байталда соны үйірдің ішінде жүр әзірге. Жақындатып көрсетіп көрейін. Не жүр? Үйірдің ішінде кетіп бара жатыр. Сағат 11 болып түскі. Қойлар өрістен суға келіп жатыр. Таңертең мана 6-ға жақын келгеннен жайлаулар қанып, жайлау қанғаннан кейін олар бұйырса бір 3 сағатта жатады осы жерде. Сосын өріп, мана вагон жаққа қарата өздері бағыт алып, вагоннан сәл ұзап, сумаңдарға жайылып, кешке қайтады, өздері бұйырса жерге жиналып жатады. Қойлармен жақыннан көрсетейін, күйлері осындай. Біраз оңалып қалды қойлар. Алдыңғы видеолардың бірінде бір кісі сұраған болатын, бізде Атырау жақта қарақұрт көп, Маңғыстауда бар ма деп. Бізде де биыл өте көп, қарақұрт биыл өте көп. Кеше бір түйені шаққан, қалаға кететін жолдың бойынан өліп жатыр дейді, сол қарақұрт шағып өлген. Жалпы қарақұрт түйе мен жылқын шағады, қойды шақпайды. Сиырды шаққанын естіген жоқпын. Түйе мен жылқын шаққан жағдайда оның емі аузына арақ құяды. Жылқы ойғанда сақ болу керек. Жылқы шөлмекті тістеп қалып сындырып тастайды. Арақ құйғаннан кейін үстіне су құйып жауратады. Біздер солай ем жасаймыз. Қарақұрт өрісте өте көп толып жүр қазір. Көбінесе шатырларын тышқанның інінің аузына салады. Күн ысығанда олар күшіне енеді, күшейеді. Қазір әлі сан жоқ қатты. Бұйырса олар шілде айынан бастап күшейеді. Оның енді бір қатты жаңбыр керек, шатырларын бұзып тастау үшін. Олар шатырымен жемтігін алмайды, қоректен шатырына түскен шыбын, шіркей, шегіртке, қоңыздарды жеп сумен қоректенеді. Шатырын бұзып тастаса, қоректен алмай қалып әлсірейді. Сосын күн салқын уақытта да әлсіз болады. Қарақұрттың бұрынғы үлкендердің айтуы бойынша 3 жыл жер асты, 3 жыл жер үсті деп айтады. Кей жылдары жоқ болып кетеді. Былтыр алдыңғы жылдар болған жоқ. Биыл енді өте көп.
Ол адамға да, малға да бәріне өте қауіпті. Бізде жалпы адамдар шаққан жағдайлар да болды. Осыдан бір 15 жылдай бұрын бір қойшыны шағып алып, қойшының арқасынан шаққан. Қойшы деген 3-4 күн ауруханада жатып шықты, ем алып. Келгеннен кейін де бір демалыссай қойға шықпай демалып жатты. Қатты әлсіреп қалды. Жалпы адамның да, малдың да дәрет жолдарын бітейді дейді, кіші дәрет. Мен өзім шаққан жоқ. Сосын қасындағы Мирас дейтін баланы да шаққан, оны қолтығынан шаққан, бірақ белден төмен қаратып жасамай қалды дейді. Ол да арақ ішкен, сонымен больницаға барған, ауруханаға. Содан жазылып кеткен. Маңғыстауда тұратын, Атырауда тұратын көрермендер, сақ болыңыздар, қара өрт өте көп биыл. Жаңа айтып отырмын ғой, арақ құйып, жауратып емдейді деп, оның барлығы негізі бір Алланың қолында, ар жағы. Кешігіп қалсаңыз, кейде бір-екі күн көрмей қалып емдесеңіз, ол ем болмай қалуы да мүмкін да. Қойдың арты ана жақта жатыр. Осымен бүгінгі видео тәмам. Назар салып қарағандарыңызға, тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Аман сау болыңыздар.